Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздерге шоколадты маффин рецебін ұсынатын боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліңіздер. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Жұмыртқа, қант, сүт, ұн, какао-порошок, сары май, разрыхлитель, шоколадный капелька. Шоколадный капелька болмаса, плитный шоколад қосыла беруге болады. Алдымен біздер сары май мен қантымызды жақсылап миксерге араластырып аламыз. Осыған енді жұмыртқамызды қосамыз, тағы да миксерге араластырып аламыз. Ұнға какао-порошок, разрыхлитель салып, содан соң сүтті құйып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Бізде осындай сұйықтау тесті болушы керек, оған шоколадный капелька салып, араластырып аламыз. Мен формамды дайындап қойдым. Осыған маффиндарымызды қасықтап саламыз. 180 градусқа 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің шоколадты маффиндарымыз дайын болды. Осы видеоны соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.